Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұл бездердің қысқаша құрылысы. Яғни бездер дегеніміз жалпы бұл не? Бездер дегеніміз бұл эпителий жасушаларынан тұратын мүшелер. Яғни бұл да бір адам денесіндегі, адам организмдегі орган. Бездердің ішінде түзілетін заттарды секреция деп атайды, ал бөлінетін заттарды секрет деп атаймыз. Бездер бізде 3 категорияға бөлінеді: сыртқы, ішкі және аралас деп бөлінеді. Ең бірінші біздің өтетініміз бұл сыртқы бездер. Яғни сыртқы бездер дегеніміз бұл бауыр, сүт, тер, сілекей, май бездері, қарын немесе ішек бездерін жатқызамыз. Олар экзокринді деп аталады. Экзо дегеніміз бұл сыртқы деген мағынаны білдіреді. Келесі бұл ішкі секреция бездері, яғни эндокринді бездер. Эндокринді бездерге біз гипофизді, эпифизді, қалқанша безін, қалқанша маңы бездері мен айырша безін және бүйрек үсті бездерін жатқызатын боламыз. Бұлар сөл бөліп шығаратын өзегі болмайды оларда. Яғни сол сөлді олар тікелей қанға бөледі. Сөлі гормондар деп аталады. Гормондар дегенді сіздер естіген шығарсыздар. Қазір сабақтың жалғасында мен осы гормондар жайлы айтып кетемін. Аз мөлшерде бөлініп, бірнеше мүше мен ұлпаға әсер етеді. Яғни, айтып кеткендей, сөлі тікелей қанға бөлінеді екен. Гормондарымыз тікелей қанға бөлінеді. Келесі, аралас секреция бездері. Аралас секреция бездеріне бізде ұйқы безі және жыныс бездері жатады. Олар бір мезгілде қанға, ал тағы бір мезгілде өзектерге сөл бөледі. Яғни осы себептен олардың атаулары аралас секреция бездері. Қанға да, өзектерге де сөл бөледі екен. Әйелдерде аналық жұмыртқа бездері, ал ерлерде аталық бездер деп аталады. Келесі бұл гормондар жайлы айтып кетсек, гормондар дегеніміз бұл ішкі секреция бездері, яғни ішкі секреция бездері бөліп шығаратын ағза мүшелерінің қызметін өзгерте алатын биологиялық белсенді заттар. Бұл өте маңызды осы жер. Гуморальды реттелу деген ұғымға түсінік беріп кетсек, бұл ағза қызметінің ішкі ортаға гормондар және де басқа заттар арқылы реттелуі. Ішкі орта дегеніміз бұл бізде қан, лимфа және жасуша аралық сұйықтықтар. Келесі біз айтып кететін зат бұл гипофиз. Бұл гипофиз. Гипофиз дегеніміз біздің миымызда болады. Ол аралық, бұл аралық мидың астыңғы бөлігінде, астыңғы жағында жіңішке өсінді арқылы бекінген үрме бұршақ тәрізді. Оның салмағы ересектерден 0,5 немесе 0,65 грамм болып келеді. Гипофиз осындай кішкентай болып, бізде 25 түрлі гормон бөледі екен. Ұйқы безі бағынбайды екен гипофизге. Ең бастысы соматотропин деген өсу гормонын гипофиз бөледі екен. Келесі біздің айтып кететініміз бұл осы соматотропин өсу гормоны жайлы болады. Жеткіліксіз болса, бұл гормонның мөлшері бізде ергежейлік деген ауру туындайды. Яғни карлик адамдар, кішкентай бойлы адамдар. Ал артық мөлшерде түзелсе, алыптық, яғни гигантизм деп аталады. Адамның бойы нормадан ұзынырақ болады. Мысалы 2,5 метр деген сияқты. Ересек адамдарда көп бөлінсе, акромегалия деген ауруға әкеледі екен. Акромегалия ауруы бұл нақты бір жерлердің, мүшелердің ұзартып өсуі. Мысалы, саусақтары мен аяқ және бет сүйектері ұзарып өседі. Осындай байқалса, бұл акромегалия ауруы деп аталады. Келесі қалқанша без. Қалқанша безде бізде тироксин гормоны бөлінеді екен. Және астына жазылып тұр, йод жеткілікті болу керек. Бұл не дегеніміз? Бұл бізде эндемиялық зоб деген ауру бар. Бұл тамақпен және сумен жеткілікті мөлшерде йод алып отырмаса, яғни егерде бізде йодтың мөлшері аз болса, адамдарда осы жерден эндемиялық зоб деген бір ауру, қалқан безінің ісінуі, яғни ауру пайда болады, бұл үсік бітеді. Сондықтан йодты дұрыс мөлшерде
тұтынуымыз қажет. Қалғанша бездің дұрыс синтезделмеуінен туындайтын аурулар, яғни осы эндомиялық зоб. Не? Кәдімгі қалқанша безі, ал бұл ісініп кеткен қалқанша безінің суреті. Ендігіде біз қалқанша маңы бездері жайлы айтатын боламыз. Қалқанша маңы бездерінде сүйектерде жиналатын фосфор мен кальцийдің мөлшерін реттейтін паратогормон деген бір гормон бар. Ол жетіспесе, бізде кальцийдің деңгейі қанда азаяды. Фосфордың мөлшері артады екен. Орталық жүйке жүйесінің озғыштығы жоғарылайды. Ал бұлшықеттер сіресіп қалады. Тістер сынғыш болады. Адамдардың тістері сынғыш болады екен. Оларда бор түстес дақтар пайда болады. Егер ағзада паратогормон артық бөлініп кетсе, ал бұл жетіспесе, кальций мүлдем азаяды. Сүйектер қисайып, сынғыш болады. Тамыр, бауыр мен бүйректе мида кальций көп жиналады. Келесі біз айырша безі жайлы айтатын боламыз. Айырша безі бізде кеуде қуысындағы кеңірдектің жоғарғы ұшын жауып орналасқан без екен. Адамның балалық шағында ірі, яғни 30 грамм болады. Жыныстық жетілуден кейін ол кішірейді екен, 20 граммға. Өте қызықты факт деп ойлаймын. Тимозин гормоны осы айырша безден бөлінеді. Егер де адам ағзасына тимозин гормоны жетіспесе, бұл ағзаның иммундық қасиеті төмендеуіне әкеледі. Көкбауыр мөлшері кішірейді, қандағы лимфоцит жасушалары азаяды екен, және антидене түзілмейді. Яғни бұл тимозин гормоны бізде адамның иммундық жүйесіне жауап береді. Сол себепті оның жетіспеуі осындай бір ауқымды мәселелерге әкеледі екен. Келесі бұл ұйқы безі. Гипофиз гормондары басқара алмайды. Мен жоғарғыда айтып кеткендей. Гормондары қанның құрамындағы қанттың мөлшеріне байланысты бөлінеді екен ұйқы безінің. Мысалы, инсулин. Инсулин бізде глюкозаны ерімейтін гликогенге айналдырып, қанттың мөлшерін төмендетеді. Инсулин жетіспесе, адамда қант диабеті деген ауру туындайды екен. Ал глюкагон болса, қанның құрамындағы глюкоза мөлшерін тұрақты етіп сақтайды. Бұлшықет пен бауырдағы гликогенді глюкозаға айналдыратын бір гормон екен. Қандағы глюкоза саны бізде 0,1 және 0,12% келеді екен. Глюкоза бауыр, бұлшықетте қорға жиналады. Бүйрек үсті бездері бізде адамның бүйрегінің үстінде осындай екеу болып тұрады. Бүйректің жоғарғы ұшында орналасқан жұп эндокринді бездер. Эндокринді, яғни ішкі секреция. Сыртқы қыртыста және ішкі ми қабатында орналасқан екен. Толығырақ айтатын болсақ, бұл адреналин. Яғни адреналин дегеніміз бұл күйзелісті жағдайда бөліну арттырады. Артыңнан ит жүгіріп келе жатса, сізде адреналин көбірек бөлінеді. Түсінікті шығар, қанда қант мөлшерін арттырады. Жүрек жиырылуын, ырғағын жеделдетеді. Бұлшықеттерінің жұмысын күшейтеді. Яғни сен жүгіріп бара жатсың, артыңда ит қуалап жатыр. Жүгіріп бара жатсың, сенде адреналин қанға бөліне бастайды. Сол кезде сенің бұлшықеттердің жұмысы күшейе бастайды. Және жүгіргеннен кейін сен қорғалсың ғой, артыңда ит жүгіріп бара жатыр. Сол кезде жүрек жиырылуы, ырғағың жиіліп кетеді. Кейін бізде бауыр қордағы глюкоза бөлінеді. Глюкоза бөледі екен. Көру өткірлігін арттыру үшін көз қарашығын ұлғайтады екен. Яғни артыңнан ит қуалап жатыр, сен бір қап-қара жерде деп ойлайсың. Сосын адреналин бөліну себебінен сенің көзің жақсы көре бастайды да. Сен анау иттен қашасың. Білмеймін, адамдар осындай қорққан кезде адреналин бөліну нәтижесінен ешқашан өмірімде секірмеймін деген заборың сөз секіре алады, мысалы. Жарақат алғанда қан тамырларды тарылтып, қанның ұю жылдамдығын тездетеді екен. Жүрегі тоқтап қалған адамның жүрегіне қайта соғу үшін егеді. Яғни, егер де ауруханада бір адам келеді, мысалы, бір төтенше жағдай болып қалады, немесе бір авария ма, сондай бірдеңке болып қалса, Құдай сақтасын, ол кісі жүрегі тоқтап жатса, оған адреналинді енгізеді. Адреналинді енгізу арқылы бұл жүректі қайтадан соғуға әкелуі мүмкін. Сол себепті дәрігерлер адреналинді енгізеді екен.
Келесі біз жыныс бездері, яғни аралас секреция бездері жайлы айтамыз. Ерлердің жыныс гормондары тестостерон деп аталады, ал әйелдердің жыныс гормондары эстрадиол және прогестерон деп аталады. Біріншісі ерлерден бастайық. Сақал мұрттың өсуіне, бұлшық ет пен қаңқаның дамуына, дене пішінің өзгеруіне, дауыстың жуандауына келеді. Ал әйелдердікі дене пішіні, сүт бездерінің қалыптасуына, тері астындағы майлардың жиналуына, дауыстың жіңішкеруіне әкеледі екен. Және де осымен болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған сіздердің сүйікті де көрікті апайларыңыз. Жансая апай лучше деп жазып қойыңдар комментарийға. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.